Саясаттану пәні төртінші дәрістің тақырыбы саяси билік, биліктің мәні, жүзеге асу механизмдері. Жоспарда қарастыратын төрт сұрақ: саяси биліктің мәні, оны анықтаудағы түрлі тәсілдер, екінші биліктің функциялары, үшінші саяси биліктің субъектісі мен объектісі, қайнар көздері, қорлары. Жоспарда төртінші билікті жүзеге асырудың түрлі әдістері. Билік саяси ғылымның ең басты ұғымы. Билік деп біреулердің екіншілерге әмірін жүргізіп, олардың іс-әрекеті қызметіне ықпал етуді айтады. Ол әртүрлі өз беделіне сүйену, күш қолдану, құқықты қолдану, мәжбүрлеу және тағы басқа жолмен жүзеге асуы мүмкін. Билік туралы шығыстың көрнекті ойшылы Ибн Халдун адамның басқа жан жануардан ерекшелігі ол билік үшін күреседі деген екен. Ағылшын философы, қоғам қайраткері Бертран Рассель физикада басты ұғым энергия болса, қоғамдық ғылымдарда негізгі ұғым билік деген екен. Американдық әлеуметтанушы Талкот Парсонс экономикалық жүйеде ақша қандай орын алса, саяси жүйеде билік те соншалықты орын алады деп айтқан екен. Биліктің анықтамаларына келсек, 5 анықтамасы бар. Бірінші, телеологиялық анықтама. Билікті белгілі бір мақсатқа, белгіленген нәтижеге, қорытындыға жету мүмкіндігі деп қараса, бихевиористік әдісте ол басқа адамдардың жүріс тұрысын, өзін өзі ұстауын өзгерту мүмкіндіктеріне негізделген іс-әрекеттің негізгі түрі. Инструменталистік әдіске билікті белгілі құралдарды, амалдарды пайдалану арқылы қолдану мүмкіндігі. Келесі структуралистік анықтамаға келетін болсақ, басқарушы мен бағынушының арасындағы қарым-қатынастың ерекше түрі. Конфликтілік анықтамаға келсек, дау-жанжал жағдайында игілікті бөлуді реттейтін мүмкіндік шиеленісті шешудің бірден бір құралы. Сонымен билік біреулердің басқаларға әмірін жүргізуге, бұйрық беруіне, басқаларға деген құқығы мен еркін біреулердің басқалар жөніндегі деген іске асыру және олардың тәртібі мен қызметіне белгілі бір ықпал ету қабілетінің мүмкіндігі. Биліктің түрлеріне келсек, саяси билік және мемлекеттік билік. Саяси билік таптық топтың және жеке адамның саясатта тұжырымдалған өз еркін жүргізу мүмкіндігін білдіреді. Ол партия, қоғамдық ұйымдар мен қозғалыстар арқылы жүзеге асады. Ал мемлекеттік билікке барлық адамдарға міндетті заңдарды шығаруға, жеке құқығы бар заңдар мен ұйымдарды сақтау үшін ерекше күштеу аппаратына сүйенетін саяси биліктің түрі жатады. Саяси биліктің ерекшеліктері: ол саяси билік бар жерде теңсіздік бар деп айтады. Оның өктемдік сипаты, оның бүкіл қоғам атынан билік жүргізуі, басқарумен кәсіби айналысатын адамдардың мүддесін қорғау, басқа мекемелерге қарағанда билік органдарының тәуелсіздігі, қоғам өмірінің жұмыс тәртібін белгілеуде жеке дара құқығы, мемлекет шеңберінде ашық күш қолдану және тағы басқа. Биліктің функцияларына келетін болсақ, қоғамдық үрдістерді басқару, үстемдік ету, билік субъектісін толық бағындыру, қоғамдық қатынастарды реттеу, индивидтерді, топтарды, қоғамды маңызды мақсаттарға жетуге жұмылдыру және қоғамдық міндеттерді орындауға қатысты іс-әрекеттерді ұйымдастыру және үйлестіру. Биліктің құрылымына келетін болсақ, ол биліктің құрылымы, биліктің субъектісі, объектісі, биліктің бастаулары, биліктің негізі және биліктің қорлары. Биліктің субъектілері мемлекет және оның институттары, саяси элита және көшбасшылар, саяси партиялар. Биліктің объектілері ол индивид, әлеуметтік топ, әлеуметтік тап және қоғам. Биліктің субъектісі болып табылатын ол билік қорлары, биліктің бастаулары, биліктің негіздері. Осылардың бәрі біріккен жағдайда биліктің объектісіне айналады. Биліктің бастаулары ол биліктің жүзеге асуына мүмкіндік беретін құбылыстар. Олар заң, күш, бедел, мәртебе, байлық, мүдде, қандай да бір құпия, харизма және білім, идея, ұйым.
Биліктің негіздеріне келсек, биліктің орын алуына негіз болатын іргетастары. Ол билікке сүйенетін әлеуметтік топтар немесе таптар, мемлекеттің әкімшілік аппараттары, институттар, мекемелер. Биліктің мәдени аппараттық негізі мәдени, рухани, ғылыми, әлеуметтік жиынтықтың ұйымдастыру жүйесі, ол білім беру жүйесі, бұқаралық ақпарат құралдары және тағы басқа. Құқықтық негізіне заңдар жатады. Экономикалық негізіне алтын қор, ұлттық валюта жатайы, табиғи ресурстар, жер және тағы басқа. Биліктің қорлары, яғни ресурстарына келсек, ол билік субъектісінің өз мақсатына жету үшін объектіге ықпал етуіне мүмкіндік беретін құралдар. Биліктің қорларына экономикалық, әлеуметтік, құқықтық, мәдени, ақпараттық, күш қолдану және демографиялық қорлары бар. Билікті жүзеге асыру әдістеріне келсек, ол ынталандыру, нақты іс-әрекеттер жасауға ұмтылу және ынталандыру, ол материалдық немесе моральдық болуы мүмкін. Ал келесі әдіс ол сендіру, адамдардың санасына, еркіне және сезіміне әсер ету. Келесі сендіру қажетті көзқарастарды өзгелерге қабылдатуға бағытталған іс-әрекет. Келесі әдіс мәжбүрлеу әдісі. Ол нақты шараларды қолдану, жол бермеу, алдын алу, жауапкершілікке тарту арқылы қажетті іс-әрекеттерді жасауды біз билікті жүзеге асырудың бірден бір әдісі деп түсінеміз. Биліктің легитимдігіне келсек, яғни заңдық үстемдігіне келсек, легитимдік ол латын тілінен заңдылық, шындық деген мағынаны білдіреді. Легитимдік дегеніміз халықтың үстемдік етіп отырған саяси билікті мойындауы, оның заңдылығы мен шешімдерін растауы. Жалпы биліктің легитимдігін ғылыми айналымға енгізген ол Макс Вебер болып табылады. Демократиялық жағдайда мемлекеттік билік легитимді болуының екі шарты бар. Бірінші, халықтың қалауы бойынша қалыптасуы және көпшіліктің еркіне қарай орындалуы. Екінші, мемлекеттік биліктің конституциялық қағидаларға сәйкес жүзеге асырылуы. Макс Вебер бойынша легитимділіктің үш үлгісі бар. Бірінші, әдет-ғұрыптық, яғни дәстүрлік легитимдік. Екінші, харизматикалық легитимдік. Үшінші, ақыл-парасаттық, құқықтық легитимдігі. Әлеуметтік әдет-ғұрыптық дәстүрлік легитимдікті біз халықтың санасына сіңген, әдетте бойлары үйренген, дұрыс деп тапқан дәстүрлі салт дәстүрге негізделген, сүйенген легитимділікті айтамыз. Ал харизматикалық легитимдікке ерекше батырлығымен, адалдығымен және басқа үлгі қабыл қасиеттерімен көзге түскен адамды басшы етіп жариялап, оның соңынан пір тұтып еруді харизматикалық легитимдік дейміз. Ақыл-парасатты құқықтық легитимдігіне қазіргі саяси құрылымды орнатқан құқықтық ережелерге, тәртіп, ақыл-ойға сыйымдылығына негізделуді айтамыз. Билік легитимдіктің түрлері, яғни көсемдер туралы суреттер. Келесі семинар сұрақтары бұл сіздерді осы тақырыпты қорытындауға арналған семинар сұрақтары.